Құрметті тыңдармандар, әр күн сайын арнамда қызықты жаңа әңгімелер шығып отырады. Қазақ тілді арнаны қолдау мақсатында шығарылымдарға лайк басып, пікір жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеше мен 50 жасқа толдым. Әйелім туыстарының басын қосып той жасады. 50 ердің жасы дейді. Бұл мен үшін айтылмаған анық. Өмірім құнсыз, құлықсыз өтті. Жасыратыны жоқ, шынымды айтсам, мен кіммін осы, деп жиі ойланам. Аяулы жар, асыл әке, ардақты туыс бола білдім бе? Мен әке-шешеден жастай жетім қалдым. 3 аға, 1 әпке мен қарындасым бар. Қазір барлығы үйлі-баранды, қызметтері де жаман емес. Бірақ туыс ретінде менімен ешқайсысы араласпайды. Мен өмірдегі барлық ауыртпалықты, мінезсіздігімді, шалағайлығым мен қырсықтығымды жетімдігінен көріп өстім. Мектепті бітірген жылы әпкем барын салып оқуға түсірді. Студенттік өмір дегеннің романтикаға бай, қызығы мол кезең. Сол қызықты да қызықтап көре алмадым. Сабақты жайына қалдырып, институттағы ең бұзақы деген балаларға ілесіп, ол кезде шайка, қазір рекет. Солардың соңынан ілесіп кете бардым. Сондағы қиратып жүргенім шамалы. Тек ішу мен темекі жағына келгенде алдыма жан салмаймын. Төбелесіп те жарытпаймын. Өзім аяншақ, қорқақ жанмын. Төбелесте тек айқайшымын. Ұр, жық, соқ, тағы да соқ, теп әкеңді, деген ұран тастап, жан жағыма алаңдау. Содан не керек, үйсіз-күйсіз, сақал шаш өсіп, жүдеп жадап көшеде қаңғып қалған жерімнен ағам ауылға алып кетіп, көрші ауылдың қызына үйлендірді. Жігіт болып жігітшілік құрған түрім осы. Менікі тек дайын асқа сұққа асықтың кері еді. Әйелім көрікті-ақ болды. Мен әйел қауымы жағынан аузымның салымы бар кісі едім. Үйленген жылы жақсы тұрдық. Бәрі де қызық болды. Өзім ұйқыны жақсы көремін. Ерте жатуға тырысамын. Әйелім оятып, оны-мұны сұрай бастаса, итше қауып, балағаттап, тіпті тұрып та кетіп, басқа төсекке барып жататынды шығардым. Сонда да әйелім үлгеріп, бірінен соң бірін 2 ұл тапты. Бала бағу, күту маған жат нәрсе еді. Тіпті жылап жатса да қарамайтынмын. Түнде жыласа оянбай, қозғалмай жата беретінмін. Бұл әдіс тіпті тиімді болып алды. Әйелім мені оятпай-ақ, өзі бірдеңе етіп өсіріп жатты. Мен бұрынғы ішетін әдетіме бастым. Қол бос, жан тыныш, жұмыс істегім келмейді. Күн ыстық, басым ауырады, әйтеуір желеу көп. Арақ ішіп келуді жиілеттім. Келіншегім екеуміздің де ұрысымыз жиілей бастады. Араға төбелес кіретін болды. Бір рет оңдырмай соқтым. Бұл ерлігіме өзім де таң қалдым. Бірақ ертеңіне қайын ағам есесін қайтарды. Енді әйелім мені соққыға жығатын болды. Қол жұмсап қарсылық жасауға ағалардан қорқатынмын. Төсекке бірге жатуды қойдым. Сол үшін әйелім мені балағаттап, ұрып, кейде тепкілеп жатқан кезде де үн шығармайтын дәрежеге жеттім. Кезекті таяқ жеуден кейін көгала қойдай болып үйден шыға алмай жатқан жерімде Құдай айдап, әпкем келе қалмасы бар ма? Келе сала жанжал шығарып, ажырастырды да өзімен бірге алды да кетті. Мен қарсылықсыз келісіп, 2 баламен әйелді тастадым да кете бердім. Алматыда құрылысқа орналасып, жұмыс істеп жүріп жаттым. Әзірге тәртіптімін, ішпеймін. Қызметтес жігіттің балдызы кеуден шығып бір қызымен үйінде отыр екен. Жолдасым арқылы сол келіншекпен танысып алдым. Үйі бар, бәрінен де соны ұнады. Күнде барып жүріп үйіне кіріп алдым. Оның қызы бақшаға барады екен. Өзі толықтау демесең сүйкімді әйел. Арада 2 ай өткенде аяғы ауыр екені хабарлады. Баланы алдырып тастауын өтініп, оның қол байлау болатын ескертіп көндіре алмадым. Ақыры ол туып алды. Нәтижесінде сол үйдің толыққанды тұрғыны болып тіркеліп, некеге тұрдық. Мені ешкім қумайтынына көзім жетті. Арада бала бар.
Баяғы әуен еске түсіп, ішуі басталды. Алғаш ішіп келіп жүрген кездерде әйелім ұрыс шығарып біраз қарсылық көрсетіп бақты. Кейін еті үйренді ме өзі де қосылып ішетін болды. Үйде әйелмен, жұмыста құрылысшылармен ішіп жүріп жаттық. Қой дейтін қожа жоқ. Балада шаруам жоқ. Тек түнде жылап мазаны алғаны болмаса, бала барында ұмытып кеткенмін. Араққа ақша табудың жолы көп. Құрылыста кез келген зат ақша. Сатта шебер. Үйдегі ұнамайтыны әйелінің сіңлері көп еді. Үйден шықпайтын. Солар келмесе екен деп тілейтінмін. Ішіп келген кезде барымды салып балағаттап тілдеп боламын. Сонда да келгеніндерін қоймайтын. Олар тыныш жүрмей кейде әйелімді өзіме айдап салатын болды. Кезекті ішіп келген күні үйге келсем, киім-кешектерім шашылып, баспалдақ үстінде жатыр екен. Есік қоңырауын түймесін бассам, есікті ашпайды. Үйде кісі бары белгілі. Есікті бұзып кірдім. Алдымнан көгеріп сазарып, қайын апам шаңқылдай шықты. Шашының дода-додасы шыққан, біреумен жұлысқандай. Балам төсегінде ішегі үзілерде шырқырап жылап жатыр. Әйелім менің орныма орналасыпты. Удай мас. Етегі санына дейін түрілген, ашық-шашық, айналасы құсық, есі әлемді алып, ұйқыны соғып жатыр. Сезбейді сабазың. Байқаймын апасы сіңлісін оята алмай, өшін менен алмақ. Басым сынып барады. Жататын төсек осы емес. Қайын апам кәрін маған төкті. Сорлы алқаш, жетесіз бейшара. Оған қоса орысша боқтық сөздер төбемнен жаңбырша жауды. Есімді жиып алып, майданға мен де кірісіп кеттім. Қорытындысы, милиция шақырылып үйден бір жолата қуылдым. Сонымен не керек? Есіркейтін достар көп. Кезекпе-кезек үйлеріне қондырып жүрді. Жаз болса өтіп барады. Енді баспана іздемесе болатын түрі жоқ. Киім тозып, күйім қаша бастады. Өзім моншаға барғанды жақсы көретінмін. Барған сайын көзі мөлдіреген, ақ жарқын саңқылдай сөйлеп қалған қара торы келіншекті көретінмін. Қасында 4-5-тердегі қыз баласы бар. Көрген сайын шүйіркелесіп әңгіме қылып, кезек күтіп отырамыз. Әңгіменің реті келгенде жалғыз басты еркек екенімді, табысым да жаман емес екен, жібі түзу әйел болса үйленетінді қайтып қолға салдым. Келесі бір кезікенде таныс құрбысына таныстырғысы келетінін, оның үйі қаланың шетінде, кешке сол жерде кездесетін болып келісіп қайттым. Құрбысының үйіне көлік жалдап бардым. Құрбысы жақсы шыраймен қабылдады. Таныс келіншегім әңгімені соғып отыр. Өзі жаман кісі емес, тек жолы болмаған еркек. Етегінен ұста. Болмай бара жатса ажырасып кетерсің. Бір бала туып ал, ермек болады, деп құрбысын айналдырып жатыр. Біз қазір кетеміз. Өздерің кейін келісе жатарсыңдар, деп мені ертіп шығып кетті. Қыз маған ұнады. Күнде телефон соғып тыным бермей, ақыры үйленіп алдым. Туыстары жақсы қабылдады. Анасы жақсы кісі болады. Мінезі жұмсақ, мені еркелетіп, маңдайымнан сипап қояды. Мен солардың үддесінен шыға алмадым. Күйім түзелгеннен соң-ақ ішуді қайта жалғастырдым. Өтірікті бір кісіде айтамын. Үйге ақшамды бермеймін. Сұрай қалса кезекті өтірікті соғып, тіпті болмай бара жатса ұрыс шығаруға көшемін. Қыс өтіп, көктем жақындап қалған кез. Әйелім аяғы ауыр екенін ескертіп, балаға фамилиямды беру-бермеуімді сұрады. Төбемнен жай түскендей күй кештім. Үнсіз сілейіп біраз жаттым да, белгілі әуенге салып баланы алдыруын, маған баланың керек жоқ екен, баламен аяғымды тұсағысы келетінін, барлық әйелдің ойлаған ой осы екенін дәлелдеп, қарсылығымды айттым. Әйелім қиқарланып баланы табатынын, өзі баға асырайтынын айтып, кеткің келсе қазір кет, көзіңді жоғалт, деп өзіме тарпа бас салды. Амалсыз келістім. Тапсаң таба бер, бала бағатын еркегің мен емес, деп күн жылса баспана іздеп, жайлы жерге сырғып кететін ойымды жасырып қалдым. Абырой болғанда кешікпей тұмаумен ауырып бала түсіп қалды. Сондағы қуанғанымды көрсең.
Әйелімді айналып толғанып, есіркеген болып, менің де жаным ауырып тұр, деп сендірмек болдым. Әйелім бетіме ұзақ тесіліп қарап тұрды да, саған дауа жоқ, Құдайдан қайтсын, ақырын күтемін, деп ызғарлана сөйледі. Ол кезде 40-тың үстіндегі кезім, әйелден қорқар жайым жоқ. Жаз шыға жайлы жер іздеп, жылыстап кетем деген ойымның талқаны шықты. Салынып арақ ішіп, көрінген жерге қисая кеткенің зардабы, ақыры белсіздікке әкеліп, еркек болудан бір жолата қалдым. Түн мен үшін азапқа айналды. Әйелім емделуімді талап етті. Мен күнді күнге созып жүріп жаттым. Қарап жатпай арақпен қайта табыстым. Салынып ішкенім сонша, малдың кейпіне түстім. Жатқан жеріме кіші дәретімді жіберіп қоятын болдым. Бұл менің еркімнен тыс, зәр жолының суықтап асқынғандығынан, қуықтың зәр ұстау қабілеті әлсіреген деген анықтамамен төсегімді шірітуге айналдым. Сұмдық-ай, әйелім қуып шығар деген ойымнан ештеңе шығар емес. Енді не істеймін? Дәрігерге бару мен үшін ұят, намыс. Бұрын қуса қусын десем, енді қумаса екен деп тілейтін болдым. Барар жер, басар тау жоқ. Туыстар баяғыда араласуды қойған. Бұрынғы ауруға енді келіп, қолқа тыныс жолдарының ауруы қосылды. Арақты қояр ниет жоқ. Баяғы тастап кеткен 3 жыл ойға оралды. Барсам таныр ма екен, қалай қабылдар екен, деген ой мазалап та қояды. Олар мені қайтсын, жанына да жолатпас. Осылай амалдап күн кеше берейін, деген тоқтамға келдім. Тағы бір күні келіп, алашада домалап жатқан кезімде әйелімнің сіңлісі келді. Мен сезбеген болып жата бердім. Әйелім шай жасап жатқанда сіңлісі: осы бір масыл саған не үшін керек? Қуып жібермейсің бе, сасытпай? Өз туыстар керек қылмаған неменеге? Сенің неге емешегің езіледі де қалады? Көзің құрт, деген сөзін естігенде төбе құйқам шымырлап кетті. Әйелім болса: қой, олай деме, итте болса адам ғой, ауырса емдетермін, өлсе көмермін. Осы ел итті де асырап жатыр ғой, бұның адам деген аты бар. Әкем осыны көрген кезде: әй балам-ай, бекер тәуекелге бел буғансың. Әлі-ақ бұл сенің қаныңды ішер. Енді шыдап бақ, елге күлкі болма. Қасыңда серік болып жүрсе жарар, дегенің ұстап қалдым емес пе? Болмаса еркек ретінде қызығы жоқ, адам ретінде тірлігі жоқ, масыл екен рас. Құдайдан қайтар. Әкемнің аруағы ренжімесін, тәуекелге бардым. Бір бала тапсам деп едім, оны да Құдай артық көрді. Артын күтемін енді, деп әңгіме тақырыбын ауыстырып шай ішуге кірісті. Менің ұятым бас көтерді, намысым оянды. Қарасам, менікі иттік өмір екен. Әйелі мені жақсы көргендіктен қимай, қуа алмай жүр дегенім есек дәме болып шықты. Бәрін кеш түсіндім. Әйелімнің төзіміне таңғалдым. Бүгінен бастап адаммын деген ой түйдім. Жаман еркектің жақсы әйел есіктегі басын төрге сүйрейді, деген ақыл осындай әйелдерге арналғандығына көзім жетті. Несін айтайын? Әттеген дегенім көп. Мендегі жалғыз алданыш ата әруағына ризалығым. Әйелімнің обалы мойнымда. Үмітін үзіп ұрпақсыз қалдырдым. Күнәмді әйелім кешсе, Алла тағалам кешер деген үміттемін жамағат.